Саламатсыңдар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геосфералардың ластануы, геоэкологиядағы антропогендік факторлар. Ең бірінші бізде геосфера дегеніміз не? Геосфера бізде жерді құрайтын құрамы мен тығыздығы әртүрлі қабаттар. Олар сыртқы және ішкі геосфералар болып бөлінеді. Сыртқы геосфераға атмосфера, гидросфера, биосфера қабаттары жатады, ал ішкі геосфераға ядро, мантия және жер қыртысы жатады. Осылардың барлығы бірігіп геосфераны құрайды. Геосферадағы ластану түрлері орналасу бойынша тұрақты және мобильді болып бөлінеді. Кеңістіктік қамтуы бойынша нүктелік, алаңдық, сызықтық болып бөлінеді. Ластану мерзімі бойынша бастапқы ластану, қосарланған ластану және эстетикалық ластану болып бөлінеді. Ал ластанудың жаратылысы бойынша химиялық, физикалық және биологиялық ластану болып бөлінеді. Геосфера ластануының жаратылысы бойынша физикалық ластаушылар, яғни радиоактивті, электромагниттік, шу, жылу бойынша, химиялық ластаушылар, газ, химиялық элементтер, түтін және тағы да басқа секілді. Биологиялық ластаушылар, олар экожүйеде бұрын болмаған немесе мөлшері қалыпты жағдайдан аспаған организмдер түрлері. Микроорганизмдермен ластануды бактериологиялық ластану деп атайды. Яғни микробтар, бактериялар, вирустар көмегімен ластану. Эстетикалық немесе визуалдық ластану, табиғи ландшафтың күрт өзгеруі, қайталанбас табиғат көрінісінің бұзылуы, құрылыс және де тағы да басқа түрде ластануды айтамыз. Жалпы экологиялық мәселелер бойынша Қазақстан мен Қытай мемлекетін салыстырып көрсек, Қазақстанда бізде полигондар, химиялық қалдықтар, өндірістік қалдықтар көп, Арал теңізінің тартылуы, Каспий теңізінің ластануы, шөлейттену және топырақтың ластануы ең үлкен геоэкологиялық мәселелер болып саналады. Ал Қытайда көмір көп жағу, қышқыл жаңбырлар, солтүстігіндегі судың жетіспеуі, мелиорация нәтижесінде жер бедерінің бұзылуы, аквакультура, ормандардың кесілуі және жер ресурстарын тиімді пайдаланбаудан тұрады. Табиғи ортаны сипаттайтын көрсеткіштер тұрақтылық, икемділік, сыйымдылық, өзгеру шектері болып табылады. Құрлықтағы ормандардың жойылуы, топырақтың қарқынды эрозиясы мен антропогендік бұзылуы, антропогендік шөлейттену, табиғи ортаның ластануы, жылыжай эффектісінің пайда болуы, қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы, табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі, яғни осылардың барлығы геоэкологиядағы антропогендік, яғни адам іс-әрекеті нәтижесіндегі өзгерістерді айтамыз. Ормандардың жойылуы, ормандар мен бұталар 4 миллиард гектар жерді алып жатыр. Дүниежүзі бойынша ағаш сүрегінің қоры 330 миллиард метр кубты құрайды. ФАО ұйымының деректері бойынша жыл сайын 6 миллион гектарға дейін ормандар жойылады. Ормандардың жойылуынан фотосинтез көлемі қысқарып, жылыжай эффектісі ұлғаяды. Топырақтың антропогендік бұзылуы, құнарлылықтың төмендеуі, су, жел эрозиясы, тұздану, батпақтану, жайылымдар өнімділігінің төмендеуі. Шөлейттену. Антропогендік шөлейттену көлемі қазіргі кезде 10 миллион гектар аумақты қамтыған, яғни бұл әлемдік жер қорының 8%. Ғалымдардың болжамы бойынша жылына 50-70 мың километр квадратқа дейінгі жер жарамсыз болып табылады. Келесі бізде жылыжай эффектісі. Жылыжай эффектісі бұл жер атмосферасында болатын табиғи құбылыс. Ол планетамыздың температурасын тіршілікке қолайлы деңгейде ұстап тұрады. Қарапайым түрде түсіндіретін болсақ, бірінші күн сәулесі жерге түседі. Күннен келген энергияның бір бөлігі жердің бетіне жетіп, оны жылытады. Екінші, жер жылуды кері сәулелендіреді.
яғни жер қызған соң жылу энергиясын инфрақызыл сәуле түрінде қайтадан ғарышқа таратады. Атмосферадағы кейбір газдар бұл жылуды ұстап қалады. Мысалы, көмірқышқыл газы, метан, су буу сияқты газдар осы жылудың бір бөлігін ұстап, оны қайтадан жердің бетіне қарай бағыттайды. Яғни соның нәтижесінде жердің орташа температурасы көтеріледі. Осы эффекті бізде жылыжай эффектісі деп аталады. Табиғи жылыжай эффектісі болмаса, жердің орташа температурасы -18 градус болар еді, ал қазір шамамен +15 градусты құрайды. Адамдардың әрекеттерінен, бірақ қазіргі таңда өндірістің, көліктің, ормандардың азаюының әсерінен парниктік газдар көбейіп, жасанды жылыжай эффектісі күшейіп отыр. Яғни бұл бізде ғаламдық жылыну, ғаламдық температураның көтерілуіне алып келеді. Қоршаған ортадағы табиғи айналымдардың бұзылуы, яғни зат және энергия айналымының бұзылуы, антропогендік факторлар әсерінен су айналымы және биологиялық айналымның өзгеруі, жалпы табиғаттағы айналымдарға кері кетуіне антропогендік факторлардың әсері өте үлкен. Ендеше тапсырма: жылыжай әсерінің қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді? Жылыжай әсері ауыл шаруашылығының қай саласына кері әсер етеді? Қышқыл жаңбырлардың қалыптасуына әсер ететін факторлар және қышқыл жаңбырлардың жер табиғатына әсері.